Жанұяның іргетасы әке мен ана өз міндетін мүлтіксіз орындауы керек. Перзентті болғандарға оның тәрбиесі мен күнкөрісі үлкен жауапкершілік. Ар алдындағы борышы. Ол борыштан бет бұрған әке опасыз. Сәби жүрегі пәк, сағынышқа толы. Ол сізді іздейді. Ол әке махаббатына мұқтаж. Балаңыздан теріс айналып жүрегіне қайғы салмаңыз. Мөлдір сезім аяғасты етпеңіз. Отбасындағы кикілжіңнің зардабы сонда кімге? Арадағы ажырасудың салдарынан ортадағы балаға тиетін залал орасан. Сондықтан ата-ана балалар алдында жауапты. Яғни, ажырасудан кейін әрбір әке кәмелетке толмаған балаларына алиментін уақытылы төлеп, болашағының жетілуіне жағдай жасауға міндетті. Қылмыстық кодекстің 139 бабына сәйкес, ата-ананың кәмелетке толмаған балаларын күтіп бағуға, сот шешімі бойынша қаражат төлеуден 6 айдан жалтарған болса, 2 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.